Достар, осы каналға жазылу арқылы сіздер көптеген ағылшынша пайдалы мағлұматтар аласыздар. Және каналға кіріп, подписаться етіп, қоңыраушаны бассаңыздар, сіздер келесі видеоны жіберіп алмайсыздар. Құрметті оқырмандар, біз өзіміздің осы ағылшынша 12 шақ тақырыбындағы алдыңғы сабақта 2 сабақ өткен болатынбыз. Ол present simple'ды толық өткен болатынбыз, яғни осы шақты. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ол past simple өткен шақ. Ал кеттік. Past simple tense өткен шақ. Жалпы осы past simple tense осы өткен шақта қай кезде қолданамыз десеңіздер, бұл сөйлемде өткен шақтағы аяқталып қойған іс-әрекеттерді айтқан кезде осы past simple tense'ді, яғни өткен шақта қолданады екенсіздер. Бұның өзі осы шақ секілді екіге бөлінеді. Біріншісі ол to do етістік арқылы, екіншісі ол to be етістік арқылы екен. Және to be етістікті өзі де үшке бөлінеді. Біріншісі ол зат есім арқылы жасалады, екіншісі сын есім арқылы жасалады, және үшіншісі зат есім мен сын есімнің қосындысы екеуі арқылы жасалады екен. Бүгін осы to do мен to be етістік арқылы екеуінде өтетін боламыз. Past simple өткен шақта іс-әрекет аяқтасаңыздар, немесе бір аяқталған іс-әрекет ол белгілі бір уақытта аяқталады. Мүмкін ол кеше болуы мүмкін, кешен арғы күні болуы мүмкін. Егер сіздер осы сөздерді қолдансаңыздар, немесе осы сөздерді естісеңіздер, онда ол past simple'да өткен шақта болып жатыр деген сөз. Мысалы, ол келесі сөздер. Yesterday, кеше. The day before yesterday, кешенің арғы күні. Last week, өткен апта. Last month, өткен ай. Last year, өткен жыл. Ago, бұрын деген осы сөздер, бұл past simple осы өткен шақта осы уақытты айту үшін қолданылады екен. Осы кестені сіздер білесіздер, біз алдыңғы сабақта present simple өттік, осы шақты. Келесі сабақта біз future simple өтеміз, ал бүгінгі өтетініміз past simple, яғни өткен шақ. Ал ең бірінші осы кесте арқылы to do етістік арқылы осы past simple'да сөйлем құрап көрейік. Біз бірінші қазір болымдыда сөйлем құрап үйренеміз, болымсызды сөйлем құрап үйренеміз, және осы арқылы сұрақ қойып үйренеді екенбіз осы past simple'да өткен шақта. Енді қараңыздар, болымдыда біз ең көп қолданылатын бір етістікті алайық, мысалы work, жұмыс жасау, жұмыс істеу. Енді қараңыздар, егер өткен шақта болымдыда дұрыс етістік пайдалансаңыздар, дұрыс етістік ағылшынша regular verb. Мысалы work деген ол сөз, ол дұрыс етістік. Міндетті түрде етістіктен кейін ed әрпі қосылады екен. Мысалы, мен жұмыс істедім деген қалай болады? I worked. Сен жұмыс істедің. You worked. Кез келген етістіктен кейін ed әрпі қосылады екен. Біз жұмыс істедік. We worked. Олар жұмыс істеді. They worked. Ол жұмыс істеді, ол бала. He worked. Ол жұмыс істеді, қыз бала. She worked. Және бір зат жұмыс істесе, it worked деп ed әрпі қосылады екен. Бұл тек қана дұрыс етістік болсаған екен. Енді болымсызда қалай болады? Осы past simple өткен шақта. Мен жұмыс жасамадым. Көрдіңіз бе, өткен шақта. I did not work. Немесе did not'ты қысқартсаңыздар болады, ол didn't болады. I didn't work. Қалай ыңғайлы өздеріңіз білесіздер. Сен жұмыс жасамадың. You did not work. Біз жұмыс жасамадық. We did not work. Олар жұмыс жасамады. They did not work. Ол жұмыс жасамады, ол адам. He did not work. Ол жұмыс жасамады, қыз адам. She did not work. Немесе бір зат жұмыс жасамаса, it did not work болады екен. Енді сұрақты қалай қоямыз? Білесіздер, did деген сөзіміз сұрақ қойған кезде ең бірінші кестеге шығады. Енді мен жұмыс жасадым ба? Did I work? Сен жұмыс жасадың ба? Did you work? Біз жұмыс жасадық па? Did we work? Олар жұмыс жасады ма? Did they work? Ол жұмыс жасады ма? Ол адам. Did he work? Ол жұмыс жасады ма? Қыз адам. Did she work? Немесе бір зат болса, ол жұмыс жасады ма десе, did it work болады екен. Келесі мысалды көрсейін, бұл жерде біз бұрыс етістікті алайық. Бұрыс етістік ағылшынша irregular verb дейді. Біз ең көп қолданылатын етістікті алайық, go деген. Мағынасы бару екен. Бұл жерде болымдыда past simple өткен шақта біздің етістігіміз, go деген етістігіміз went деген
сөзге айналып кетеді екен. Өйткені бұл бұрыс етістік болғаннан кейін. Ал дұрыс етістік болса, бағанағыда айтқанымдай, ол етістіктің соңында иде қосылатын болса, бұрыс етістікте сөз мүлдем ауысып кетеді екен. Енді сіздерде сұрақ пайда болады. Енді қалай білеміз деген. Ең көп қолданылатын бұрыс етістіктің тізімі бар. Оны сіздерге кейінірек қазір берем. Соны жаттап алсаңыздар, қалғанның бәрі бұрыс етістік болады екен. Енді мысал ретінде сөйлем құрап көрейік. Мен бардым деген сөз I went болады екен. Сен бардың. You went. Біз бардық. We went. Олар барды. They went. Ол барды, ол адам. He went. Ол барды, қыз адам. She went. Немесе бір зат болса it went болады екен. Ол барды. Келесі болымсызда қалай болады? Past simple өткен шақта. Мен бармадым. I did not go. Немесе қысқартылып I didn't go болады екен. Сен бармадың. You did not go. Біз бармадық. We did not go. Олар бармады. They did not go. Ол бармады. Ол адам болса he did not go. Ол бармады. Қыз адам болса she did not go болады екен. Немесе бір зат болса it did not go болады екен. Енді сұрақты қалай қоямыз? Did'іміз қайтадан алдыға шығады. Мен бардым ба? Did I go? Сен бардың ба? Did you go? Біз бардық па? Did we go? Олар барды ма? Did they go? Ол барды ма? Ол адам. Did he go? Ол барды ма? Қыз адам. Did she go? Немесе бір зат болса did it go болады екен. Бұл жерде тек қана болымдыда өткен шақтағы ауысады екен. Қалғанның бәріміз болымсызда немесе сұрақ қойған кезде етістігіміз қайтадан сол бұрынғы формасына келеді екен, go деген. Келесі ең көп қолданылатын сіздерге 50 етістіктің тізімін қазір көрсетейін. Бұл тізімде мен ең жиі қолданылатын 50 бұрыс етістіктің тізімін шығардым. Сіздерге бір мысалмен келтіріп кетейін. Say деген етістіктің мағынасы сөйлеу, айту екені. Бұл болымдыда past simple'да өткен шақта бағанағы өзгеріп кететін формасы бар ғой. Say деген сөзіміз said болып кетеді. Жаттаған кезде say, said, said деп. Үшіншісі не десеңіздер, үшіншісінде жаттап алыңыздар. Бұны басқа сабақта түсіндіремін, не үшін қолданылатынын. Жаттаған кезде үшеуін бірдей жаттаңыздар. Say, said, said. Міне осы өткен шақта міне осы схема өзгерген схемасы болады. Осы етістіктің. Бұны өткен шақ past simple'да осы өзгерген формасын қолданасыздар. Екіншісі make, істеу, жасау. Made, made. Go, бару. Went, gone. Бағана өттік осы мысалда. Go'мыз went'қа айналып кетті. Үшінші формада gone болады екен. Take мағынасы алу, took, taken. Come, келу, came, come. See, көру, saw, seen. Know, білу, knew, known. Get, алу, got, got. Give, беру, gave, given. Оныншысы find, табу, found, found болады екен. Think, ойлау, thought, thought. Tell, әңгімелеу, баяндау, told, told. Become, болу, became, become. Show, көрсету, showed, shown. Leave, қалу, қалдыру, left, left. Feel, сезу, felt, felt. Put, қою, put, put. Bring, алып келу, brought, brought. Begin, бастау, begin, began. Keep, сақтау, ұстау, kept, kept. Hold, ұстау, held, held. Write, жазу, wrote, written. Stand, тұру, stood, stood. Hear, есту, heard, heard. Let, рұқсат беру, let, let. Mean, білдіру, мағынасын. Meant, meant. Set, орнату, set, set. Meet, танысу, қарсы алу. Met, met. Run, жүгіру, ran,
run. Pay, төлеу, paid, paid. Sit, отыру, sat, sat. Speak, сөйлеу, spoke, spoken. Lie, жату, lay, lain. Lead, жүргізу, led, led. Read, оқу, read, read. Grow, өсу, өсіру, grew, grown. Lose, жоғалту, lost, lost. Fall, құлау, құлату, fell, fallen. Send, жіберу, sent, sent. Build, құру, built, built. Understand, түсіну, understood, understood. Draw, сурет салу, drew, drawn. Break, сындыру, broke, broken. Spend, жұмсау, spent, spent. Cut, кесу, cut, cut. Rise, көтерілу, rose, risen. Drive, айдау, мысалы, машина. Drove, driven. Buy, сатып алу. Bought, bought. Wear, кию. Wore, worn. Choose, таңдау. Chose, chosen. Деп, осылай. Бұл ең жиі қолданылатын бұрыс етістік екен. Осы тізімін жаттап алсаңыздар, сіздерге ажыратуға өте оңай болады екен. Қайсысы бұрыс етістік, қайсысы дұрыс етістік, соны ажыратуға өте оңай болады. Осыны енді қалай бар, солай жаттап алу керек. Келесі мысал, осы to do етістігінде бізге бір сұрақ қойған кезде біз қалай қысқаша жауап бере алады екенбіз. Мысалы, етістік алайық, live деген, true деген мағынаны береді, here деген осы жерде. Сен осы жерде тұрасың ба? Do you live here? Деп сұрақ қоятын болса біреу, сен осы жерде тұрасың ба деп. Сіз деген yes, I did, я no, I didn't. Жоқ деп қысқадан қысқа осылай жауап бере алады екенсіздер. Мысалы, did we live here? Біз осы жерде тұрамыз ба? Yes, we did. Я no, we didn't. Жоқ. Did they live here? Олар осы жерде тұра ма? Yes, they did. Я no, they didn't. Жоқ. Did he live here? Ол адам осы жерде тұра ма? Yes, he did. No, he didn't. Деп болымды да, болымсызды осылай жауап береді екенбіз. Енді did she live here? Ол қыз адам осы жерде тұра ма? Yes, she did. Я немесе no, she didn't деп осылай қысқадан қысқа жауап бере алады екенбіз. Келесі кестемізде енді біз to be етістігі арқылы жасалатын past simple'да сөйлемді құрайтын боламыз. Шатасып кетпеңіздер, біріншісінде және бірінші кестеде біз to do етістігі арқылы кестеге салып осы сөйлем құраған болатынбыз. Ол жерде тек қана етістік қана қолданылады. Ал екінші осы to be етістігінде бұл жерде жаңағы айтқанымдай біріншісі зат есім арқылы сөйлем құраймыз, екіншісі сын есім арқылы құраймыз, үшіншісі зат есім мен сын есім екеуінің қосындысында сөйлем құрайды екенбіз. Енді біз біріншісі мысалды алайық, зат есім арқылы құралатын осы сөйлемдерді алайық. Мысалы, teacher деген сөзді алайық, мұғалім деген сөз. Енді бұл жерде болымды да past simple'да біздің to be етістігіміз ауысып кетеді. Мысалы, I, he, she, it да was болып кетеді. You да сен деген сөзде were болып кетеді. Және көпше түрде you, we, they да were болып кетеді. Біздің to be етістігіміз. Енді өткен шақта мен мұғалім болдым деп қалай айтасыздар? I was a teacher. Көрдіңіздер ғой? Мен мұғалім болдым. I was a article teacher. Мен мұғалім болдым. Келесі ол мұғалім болды, ол адам. He was a teacher. Ол мұғалім болды, қыз адам. She was a teacher. Сен мұғалім болдың. You were. Was емес, were болды. You were a teacher. Артикль қойылады. Көпше түрде байқасаңыздар, енді артикль қойылмайды. Сендер мұғалім болдыңдар. Бұл жерде екі you бар. Біреуі сен, екіншісі көпше түрде сендер. Немесе сіз, мынақты сіздер. Сендер мұғалім болдыңдар. You were teachers. Зат есім соңында s әрпі қосылады, өйткені бұл көпше түр. Сендер мұғалім болдыңдар. Біз мұғалім болдық. We were teachers. Бұл да көпше түр. Олар мұғалім болды. They were teachers. Болады екен.
Келесі болымсызда осы өткен шақта past simple'ды құрап көрейік. Мен мұғалім болмадым. I was not. was'дан кейін not қойылады. Болымсыз түрі. I was not a teacher. Мен мұғалім болмадым. Немесе was not'ты қысқартып айтсаңыздар болады. I wasn't a teacher. Қалай ыңғайлы өздеріңіз білесіздер. Ол мұғалім болмады. Бұл адам. He was not a teacher. Немесе ол мұғалім болды, қыз адам. She was not a teacher. Немесе she wasn't a teacher болады екен. Сен мұғалім болмадың. You were not a teacher. Сендер мұғалім болмадыңдар. Көпше түрде. You were not teachers. Немесе were not'ты қысқартып weren't деп айтсаңыздар болады. Сендер мұғалім болмадыңдар. You weren't teachers. Біз мұғалім болмадық. We were not teachers. Олар мұғалім болмады. They were not teachers. Сұрақ қойған кезде was бен were алдыға шығады. Was деген I, he, she, it'қа қолданылады. Were деген you, we, theyға қолданылады екен. Мен мұғалім болдым ба? Was I a teacher? Ол мұғалім болды ма? Ол адам. Was he a teacher? Ол қыз адам мұғалім болды ма? Деп сұрақ қойсаңыздар. Ол мұғалім болды ма? Was she a teacher? Сен мұғалім болдың ба? Were you a teacher? Сендер мұғалім болдыңдар ма? Were you teachers? S қосылады көпше түрге. Біз мұғалім болдық па? Were we teachers? Олар мұғалім болды ма? Were they teachers? Деп осылай сөйлем құрайды екенбіз. Бұл зат есімге байланысты осы сөйлем екен. To be етістігі арқылы. Келесіде енді біз сын есім арқылы сөйлем құрап көрейік. Міне келесі кестеде мен 3 сын есімді қойдым. Бұл жерде өздеріңіз білесіздер қандай сын есім қоясыздар. Бұл бір жай ғана бір мысал. Мысалы strong деген мықты, weak деген әлсіз, happy деген бақытты деген сөз. Бірінші болымдыда осыны past simple'да өткен шақта сөйлем құрап көрейік. Бұл to be етістігі арқылы. Біріншісі мен мықты болғанмын. I was strong. Ол мықты болған. Бұл адам. He was strong. Ол мықты болған. Қыз адам. She was strong. Сен мықты болғансың. You were strong. Сендер мықты болғансыңдар. You were strong. Бұл жерде байқасаңыздар, бұл сын есімді қолданған кезде артикль болмайды. Және көпше түрде де сын есім соңында s деген әріп жалғанбайды. Бұл өйткені сын есім арқылы жасалып тұр. Біз мықты болғанбыз. We were strong. Олар мықты болған. They were strong. Енді болымсызда қалай болады? Past simple өткен шақта. Weak деген сын есімді алдық. Әлсіз деген. Мен әлсіз болмадым. I was not weak. Ол әлсіз болмады. Бұл адам болса. He was not weak. Ол әлсіз болмады. Қыз адам. She was not weak. Сен әлсіз болмадың. You were not weak. Сендер әлсіз болмадыңдар. Көпше түрде. You were not weak. Байқасаңыздар, s деген қосылмады, артиклі болмайды. Бұл өйткені сын есімде. Біз әлсіз болмадық. We were not weak. Олар әлсіз болмады. They were not weak. Сұрақ қойған кезде тура солай was and were алдыға шығып кетеді. Мен happy деген сөзді алайық. Сын есімді бақытты. Мен бақытты болдым ба? Was I happy? Ол бақытты болды ма? Бұл адам. Was he happy? Ол қыз адам бақытты болды ма? Was she happy? Сен бақытты болдың ба? Were you happy? Сендер бақытты болдыңдар ма? Were you happy? Біз бақытты болдық па? Were we happy? Олар бақытты болды ма? Were they happy болады екен. Бұл to be етістігі арқылы сын есімге байланысты сөйлем екен. Үшінші мысалымыз соңғы. Ол зат есім мен сын есімнің екеуінің қосындысындағы сөйлем құрап үйренеміз. Үшінші мысалымыз ол зат есім мен сын есімнің екеуінің қосындысы екені. Бұл жерде біз екі сөз алдық. Good деген ол сын есім, жақсы деген сөз. Teacher деген мұғалім ол зат есім екені. Екеуінің қосындысында осы past simple'да to be етістігі арқылы сөйлемді құрайды екенбіз. Енді қараңыздар, бірінші болымдыда бастайық. Мен жақсы мұғалім болдым. I was a good teacher. Артикль болады бұл жерде. I was a good teacher. Ол жақсы мұғалім болды. Ол адам. He was a good teacher. Ол қыз адам жақсы мұғалім болды. She was a good teacher. Сен жақсы мұғалім болдың.
You were a good teacher. Бұл жерде де артикль болды, өйткені you деген, сен деген бұл да жекеше тұр. Енді үш көпше тұрда дейік. You, we, they. Сендер жақсы мұғалім болдыңдар. You were good teachers. Бұл жерде көпше тұрда артикль болмайды. Және зат есім соңында s деген көпше, осы әріп қосылады. Біз жақсы мұғалім болдық. We were good teachers. Олар жақсы мұғалім болды. They were good teachers. Болымсызда қалай болады? Өткен шақта. Мен bad деген сөз алайық. Бұл жерде сөз өзгерді. Bad деген жаман деген сөз. Мен жаман мұғалім болмадым. I was not a bad teacher. Ол адам жаман мұғалім болмады. He was not a bad teacher. Ол қыз адам жаман мұғалім болмады. She was not a bad teacher. Сен жаман мұғалім болмадың. You were not a bad teacher. Көпше түрге келетін болсақ, сендер жаман мұғалім болмадыңдар. You were not bad teachers. Біз жаман мұғалім болмадық. We were not bad teachers. Олар жаман мұғалім болмады. They were not bad teachers. Деп болымсызда жауап береді екенбіз. Сұрақ қойған кезде was when алдыға шығады. Тағы good teachers дегенді алайық. Мен жақсы мұғалім болдым ба? Was I a good teacher? Ол адам жақсы мұғалім болды ма? Was he a good teacher? Ол қыз адам жақсы мұғалім болды ма? Was she a good teacher? Сен жақсы мұғалім болдың ба? Were you a good teacher? Енді көпше түрде айтайық. Сендер жақсы мұғалім болдыңдар ма? Were you good teachers? Біз жақсы мұғалім болдық па? Were we good teachers? Олар жақсы мұғалім болды ма? Were they good teachers? Деп осылай сөйлем құрайды екенбіз. Бұл зат есім мен сын есімнің қосындысында to be етістігі арқылы құралған осы өткен шақтағы сөйлем екен. Достар, осымен бүгінгі осы past simple tense өткен шақтағы сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта біз future simple'ды өтетін болады екенбіз. Ал достар, келесі сабақта көріскенше.